Arduino Uno платасында бағдарламалау тілінде көптеген операторлар, циклдар қолданылады. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз тармақталу операторы. Оның ішінде шартты және таңдау операторлары. Шартты таңдау операторы көбінесе шарт қою арқылы тексеріледі, ал таңдау операторы ол бізде таңдау белгісін береді. Ал циклда көптеген do while және for алғы шартты, соңғы шартты және параметрлі циклдерге тоқталатын боламыз. Таңдау шартты операторы if, else және таңдау операторы switch операторлары қолданылады. Шартты оператордың бірнеше нұсқасында шарт қоюымызға болады. Егер, if дегеніміз, яғни егер condition шартымыз қойылады, шартымыз ақиқат болған кезде оның денесі орындалады. Және екінші нұсқа if else, яғни егер шартымыз ақиқат болса бірінші оператор, әйтпесе екінші оператор. Я болмаса шарттың ішінде ішкі шарт қоюымызға болады. Егер бірінші шарт, әйтпесе екінші ішкі шарт егер деп қайта тексеріледі. Және бірнеше шарттар қойылуы мүмкін. Егер оның ішкі шарты тағы да егер екінші шарт орындалса, әйтпесе ол орындалмаса, және тағы да үшінші шарт қойып, бірнеше шарттардың қойып тексеруімізге болады. Мысалға, шартты оператордың блок сызбасында шарт бізде ромбы түрінде бейнеленеді. Егер шартымыз ақиқат болса, онда оның денесі орындалады. Әйтпесе шығып кетеді. Егер input pin, яғни енгізілген кіріс пиннің сигналы high, яғни бірге тең болса, онда A операторы орындалады. Әйтпесе, яғни шартымыз пинге кіріс пиннің сигналы бірге тең емес, 0 болса, яғни сигнал жоқ болса, онда V операторы орындалады. Блок сызбасымен қарайық. Шарт қойылады, шартымыз тексеріліп, ақиқат болған жағдайда бірінші оператор орындалады. Әйтпесе, шартымыз жалған болса, онда екінші оператор орындалады. Егер енгізілген кіріс пиннің сигналы 500-ден кіші болса, A оператор орындалады. Әйтпесе, егер ішкі шарт қойылады, егер кіріс пиннің сигналы 1000-нан үлкен немесе тең болса, V операторы орындалады. Әйтпесе, яғни 500-ден кіші емес, 1000-нан үлкен емес, демек 500 бен 1000-ның аралығы болса, S операторы орындалады. Біз шартты тексерген кезде, шарттың дұрыс ақиқат жалған екенін тексеріп, сол бойынша орындалатын операторларды таңдалатын болады. Таңдау операторы switch. Switch таңдау операторы айнымалының мәнін кейстерде анықталған мәнмен салыстырады. Шамасы айнымалының мәніне тең болатын болса, анықталған кезде сол оператордағы кодтар орындалатын болады. Switch, range, яғни бізге берілген мәні, ол case, яғни таңдау операторындағы белгілер 0-ге сәйкес болса, serial println, яғни low деген мәтінді шығарады. Case бірге тең мәнді таңдасақ, онда medium, ал 2-ге тең мәнді таңдасақ, high деген мәнді бізге монитор порт экранына шығарып беретін болады.
блок сызбасымен көретін болсақ, switch операторы таңдау, яғни біздің таңдау операторында берілген мәндер кейс 1-ге тең болса, сол оператордың мәні орындалады. Кейс 2 болса, сол мәндікі. Кейс 3 тағы сол сияқты switch таңдау операторында берілген белгі таңдау арқылы сол операторда таңдалып шығарылатын болады. Шартты операторға Tinkercad онлайн платформасында мысал келтірейін. 3 жарық диоды арқылы потенциометрді пайдаланып, потенциометрдің мәнін 3-ге бөліп, шарт қою арқылы жарық диодын біртіндеп жағу. Жарық диодтары 3, 5, 6 пинге жалғанған, потенциометр A0 аналогты пинге жалғанған. Аналогты пиннің мәні 0-ден бастап 1023-ге дейінгі мәнін 3-ге бөліп, жарық диодтарын біртіндеп жағайық. Бағдарламалық тілін қараймыз. Жоғарда жарық диоды мен потенциометр сипатталған. Луп бөлімінде аналог рид потенциометрдің мәнін X айнымалысына меншіктеп алдық. Егер сол потенциометрдің мәнін X-ке меншіктелген айнымалыны шарт қою арқылы тексереміз. Потенциометрдің мәні 341-ден кіші болса, LED 1 жарық диодымыз жанады. Ал одан үлкен болса, өшеді. Әйтпесе, оның мәнін Serial Print LN монитор портқа шығару арқылы мәнін тексере аламыз. Егер потенциометрдің мәні 341-ден үлкен немесе тең және 682-ден кіші болса, демек 341 мен 682-нің аралығында потенциометрдің мәні сол аралықта жататын болса, екінші жарық диодымыз жанады. Әйтпесе, else өшеді. Үшінші шартымыз, X потенциометрдің мәні 682-ден үлкен болса, онда үшінші жарық диодымыз жанады немесе өшеді. Енді қосып, оны программаласын тексерейік. Сәл былай жылжытып алайық. Бұл жерде потенциометрдің мәні 0 болып тұр. Бізде монитор портта 0 көрсетіп тұр. Қасына диаграммасында көрсетіп қоюымызға болады. Егер бізде 341-ден төмен аралықта болса, бірінші жарық диодымыз қызылымыз жанып тұр. Міне 61 бізде 341-дің аралығына кіреді. Сәл көбейтейік. Әлі де қызыл жанады. Егер қазір 341-ден жоғарылағанда мәні 266, 300, міне 360, 400-ге кеттік. 400-дің мәні аралығында, яғни 341 мен 680-ның аралығында екінші жарық диод көк жанып, қызыл өшеді. Және біртіндеп үлкейтейік. 682-ден жоғарылаған кезде көк өшіп, үшінші жасыл жарық диоды жанады. Міне, максималды мәні 1023-ге дейінгі аралықта барған кезде үшінші жарық диодымыз жасыл жанды. Сәл азайтып қарайық керісінше. Ортаға, яғни мәні 500 болған кезде екінші көк жарық диодымыз жанды. Үшінші 341-ден төмен болған жағдайда қызыл жанды, яғни 0-ге дейін. 0 мен 341-дің аралығында қызыл жарық диодымыз жанды.